Мен оны сарайымда шүйдесінен атты. Ол тіпті өлетінін де білген жоқ. Тек мен тергеу жүргізіп жатыр деп ойлады. Түсімде ол төсегімнің жанында тұрды. Маған үнсіз қарап тұрды. Айыптамады, жай ғана қарады. Суық терге оянып кеттім. Сол уақыттан бері олар әр түні келер. Кезекпен барлығы 42 адам. Тек қарап тұрады. Түс көрмеу үшін арақ ішемін. Бірақ көмектеспейді. 1990 жыл, маусым. Мен кәрімін. Маған 70 жас. Денсаулығым нашар, жүрек, қысым. Жақында өлем. Бұл жақсы. Осы азаппен өмір сүруден шаршадым. Бірақ өлмес бұрын біреу шындықты білсін деймін. Мені кешіру үшін емес. Мен кешірім сұрамаймын. Тек ол 42 адам ұмытылмасын деп. Олардың есімдері жоғалмасын деп. Құжаттарды немереме қалдырам. Не істейтінін өзі шешсін. Өртейме, айтама, өзі біледі. Соңғы жазба. 1995 жылдың 14 шілдесі. Бүгін мен олардың бәрін көрдім. Күндіз өңімде. Қоршаудың жанында тұрды, бәрі 42 адам. Маған қарап тұр. Білем, бұл мүмкін емес. Есімнен адасып барамын. Әлде олар мені шын келіп алды ма? Ертең өлемін. Сезіп тұрмын. Жүрегім шыдамайды. Болсын, оларды қарсы алуға дайынмын. Бәрі үшін жауап беруге. Кешір мені, Андрей, сен Ковалевтер әулетіндегі кінәсіз жалғызсың. Саған осы жүкті қалдырғаным үшін кешір. Андрей күнделікті жапты. Босқа қарап отырып қалды. 42 адам. Сотсыз, тергеусіз өлтірілген. Бұйрық бойынша. Ал оның атасы орындаушы болған. Ол фотоларға қарады. Тірі жүздер. Өзінің өлетінін білмеген адамдардың жүздері. Жастар, кәрілер, ерлер, әйелдер, біреудің әкесі, анасы, баласы. Олар қайда жерленген? Атасы жазыпты, жою орны орындаушының шешімі бойынша. Демек, осында, осы жерде. Осы аулада бір жерде, жер астында 42 адамның сүйегі жатыр. Андрей сыртқа шықты. Күн еңкейіп бара жатты. Ауласын шолып қарады. Таза, әдемі, тыныш, зират сияқты. Сол сәтте бір дыбыс естілді, қарғаның қарқылы. Басын бұрды. Үйдің үстімен бір қарға айналып жүр. Сосын тағы екеуі, тағы бесеуі. Бір минуттан соң шамамен 20 болды. Үйдің үстін, қоршауды, ағаштарды айналып қарқылдап қонды. Андрей таңданып қарап тұрды. Не керек бұларға? Бір қарға кенет төмен сорғалап, ескі алма ағаштардың түбіне қонды. Жерді шоқып, бірдеңе іздегендей болды. Кенет тыпыршып дірілдеп, шалқасынан құлап өлді. Тағы бір қарға солай етті, ұшты, жерді шоқыды, 1 минуттан соң өлді. Тағы үшеуі, тағы бесеуі. 10 минуттың ішінде алма ағаштарының түбінде 12 өлі қарға жатты. Қалғандары қарқылдап ұшып кетті. Андрей баяу барып қарады. Қарғалар қимылсыз жатыр. Көздері әйнектей, ауыздарынан ақ көбік шыққан. Уланған, жерді шоқып уланған. Демек, атасы рас айтқан. Жер уланған, және дәл осы жерде, алма ағаштарының астында көмілген адамдар. Мүмкін көршілерден сұрау керек шығар, олар бірдеңе біле ме екен. Андрей үйге кіріп есікті жапты. Бұл түні ұйықтамай, басқа жерде түнемек болды, қорқынышты еді. Жақын маңдағы 11 үйге барды, 50 метр шамасында. Қақпаны қақты. Алдынан 70-тегі шамасындағы кемпір шықты, басында орамал, қолында таяқ. Беті әжімге толы, бірақ көздері өткір. Сен кімсің? Деді ол сенімсіз дауыспен. Сәлеметсіз бе? Мен Андрей Ковалев, Виктор Семеновичтің немересімін. Жақында мұрагер болдым. Кемпірдің жүзі өзгерді. Крест белгісін жасады. Демек, сен Виктордың немересің бе? Деді артқа шегініп. Иә, ал сіз кім боласыз? Зинаида Семеновна, кешір, балам, бірақ үйге кіргізе алмаймын. Жеке ештеңе емес, бірақ сенің атаң ондай адам емес еді, туыс болуға лайық емес. Түсінемін, тек сұрағым келгені, сіз оны білдіңіз бе? Білдім, деді Зинаида басын изеп. 20 жыл көрші болдық. Бірақ ол туралы бәріміз бір нәрсені білдік, одан алыс жүрген дұрыс еді. Неге?
Кемпір айналасына қарап, даусын бәсеңдетті. Өйткені оның өткен өмірі қараңғы еді. Өте қараңғы. Бәріміз білдік, немесе болжадық. Нақты не білдіңіздер? Ол палач болатын. Атушы, лагерлерде қызмет еткен. Кейін колонияда. Адамдарды атып өлтірген. Мұны бір рет өзі айтты, мас кезінде. Мен дейді, өмірімде 800 адам өлтірдім. Қолым шынтаққа дейін қанға батқан. Сонда ешкім ештеңе істемеді ме? Не істейміз? Бұл оның жұмысы болды. Заңды, ол үкімді орындады. Біз судья емеспіз. Ал қарғалар туралы естідіңіз бе? Деді Андрей. Зинаида дір етіп денесі түршікті. Ой, қарғалар. Иә, бұл қорқынышты әңгіме. Көктем мен күз сайын 20 жыл бойы оның ауласына қарғалар ұшып келетін. Түнде келіп таң атқанда бәрі өлі болатын жүздеп. Виктор оларды жинап, бір жаққа апарып кететін. Біз орманға апарып көметін шығар деп ойлайтынбыз. Бірақ бір күні мен өз көзіммен көрдім, ол қарғаларды өз ауласында көміп жүрді. Әртүрлі жерге. Бұл өте оғаш еді. Неліктен олар келетін? Деп сұрады Андрей. Айтуларынша, қарғалар өлімді сезеді екен, деді Зинаида, олардың генетикалық жады бар дейді. Егер аталары адамдар өлтірілген орынды көрсе, ұрпақтары да сол жерге ұшып келеді екен. Мүмкін Виктор лагерде қызмет еткенде, сол жерге де қарғалар келетін шығар. Ал кейін олар іздеп жүріп, мұнда тап болды. Ол бір сәтке үнсіз қалды. Содан кейін не болды? Деді Андрей. Кейін оны осы жерден тапты, деді Зинаида баяу. Бәлкім, қарғалар ізмен келді. Қалай түсіндіруді білмеймін, бірақ шындық мынау, тек оның ауласында ғана қарғалар өлетін, ауылдың басқа жерінде бірде-бірі өлмейтін. Ал оған адамдар келіп тұрды, деді ол кенет даусын өзгертіп. Қандай адамдар? Андрей елең етті. Зинаида тіксініп қалды. Неге сұрайсың? Тек түсінгім келеді, ол қандай адам болған? Кемпір біраз ойланып тұрды да, ауыр күрсінді. Иә, келіп тұратын. Сирек, бірақ келетін. Мен бұл ауылда 70 жылдан бері тұрам, сол уақыт ішінде, бәлкім, 10 рет көрдім. Біздің 5 үйде тұрған учаскелік Петр Ильич айтқан, Викторға тиіспейді. Қолдамайтын адам емес. Байланыстары бар еді. Өте жоғары жақтағылармен. Оны қорғайтындар болған. Сондықтан шағымдануға ешкімнің батылы жетпеді. Андрей үнсіз тұрды. Естігенін қорытып үлгере алмады. Сонда демек атасы тек құжаттарды сақтамаған. Ол өлтіруін жалғастырған. Осы жерде, өз ауласында. Зейнетке шыққаннан кейін де. Рахмет, әже, деді ол ақырын. Маған ойлану керек. Тыңда, балам, деді Зинаида оның иығына қолын қойып. Сен атаның істегеніне кінәлі емессің. Бірақ абай бол. Егер осы әңгімені қазбалай бастасаң, өзіңе жау табасың. Қауіпті жаулар. Викторды пайдаланған адамдар әлі де билікте болуы мүмкін. Сіз не айтқыңыз келіп тұр? Деп сұрады Андрей. Менің айтпағым, мұндай адамдар ешқашан жалғыз істемей. Сенің атаңның тапсырыс берушілері болған. Солар органдарда, әкімшілікте отырған адамдар. Олар қажетсіздерді жоюды бұйыратын, ал Виктор орындаушы болған. Егер сен шындықты ашсаң, сол адамдар сені жояды. Түсіндім, деді Андрей ауыр дауыспен. Түсіндім. Ол алғаш рет шын менен қорқып кетті. Андрей атасының үйіне қайта келді, бірақ ішке кірмеді. Іште түнеу тым қорқынышты еді. Ауылдың ортасындағы 5 үйге бет алды, сол Петр Ильичтің үйі. Үй әдемі, жаңа шатырлы, терезесінен жарық төгіліп тұр. Андрей есікті қақты. Есікті 65 шамасындағы, иығы кең, сақалды, өткір көзді ер адам ашты. Сен кімсің? Деді ол, Андреяны бастан аяқ шолып. Андрей Ковалев, Виктор Семеновичтің немересімін, 13 үйден. Деді ер адам басын изеп, мұрагер деген сен екенсің ғой. Мен Петр Ильичпін, кір келген екенсің. Шай ішесің бе? Үйдің іші жылы, таза, борщ пен темекі иісі аңқып тұр. Петр оны үстелге отырғызып, шайнек қойды. Демек, сен Виктордың немересің, деді ол шылымын тұтатып. Ауыр мұра алғансың, балақай. Білем, деді Андрей.
Зинаида Семеновна айтты, сен бұрын милицияда істеген екенсің. Атамды білесің ғой. Білдім, деді Петр басын изеп. 20 жыл көрші тұрдық. Мен 79 жылы осында көшіп келдім, милициядан зейнетке шықтым. Ал Виктор сол жылы үй сатып алған. Мен бірден тексердім, жаңа көршім кім екен деп. Досьесін аштым да, состиып қалдым, кешір. Неге? Өйткені досье аса құпия деген мөрмен жабылған еді. Маған рұқсат бар, бірақ бәрін көрсетпеді. Тек негізгісін, НКВД қызметі, кейін колонияларда атушы лауазымында. 30 жыл еңбек өтілі, ресми түрде 847 үкім орындалған. Бірақ тағы бір баған бар еді, жабық баған. Деді ер адам басын изеп, мұрагер деген сен екенсің ғой. Мен Петр Ильичпін, кір келген екенсің. Шай ішесің бе? Үйдің іші жылы, таза, борщ пен темекі иісі аңқып тұр. Петр оны үстелге отырғызып, шайнек қойды. Демек, сен Виктордың немересің, деді ол шылымын тұтатып. Арнайы тапсырма бойынша арнайы операциялар деген не екенін ешкім түсіндірмеді. Тек ұмытып кет, бұл сенің ісің емес, деді. Ал сен білмекке тырыстың ба? Тырыстым, деді Петр, темекісін тартып. Мәскеуге бардым, басқармадан ескі достарыма. Олар маған өте абайлап ишара жасады. Айтуларынша, Виктор КГБ мен М жоғары басшылығының арнайы тапсырмаларын орындаған. Ресми түрде соттай алмайтын адамдарды жойған. Диссиденттерді, куәгерлерді, қажетсіздерді. Сотсыз, тергеусіз. Таза кәсіби деңгейде. Сонда қанша адам болған? Дәл саны белгісіз. Әр операциядан кейін құжаттар жойылып отырған. Бірақ шамамен 30-дан 50 адамға дейін 1960 пен 1979 жылдар аралығында. Андрей қалтасынан сурет шығарды, ол жасырын қоймадан тапқан суреттердің бірі еді. Міне, мен атамның қалдырған қағаздарынан 42 адамның есімдері мен өлім күндерін таптым. Петр суретті алып, мұқият қарады. Бет әлпеті өзгеріп, қатайып кетті. Мұны қайдан таптың? Атам жасырын қойма қалдырған. Ішінде құжаттар бар. Барлық құрбандардың суреттері, өлімге бұйрық хаттар және күнделігі. Көрсет. Андрей сөмкесінен папкаларды шығарып берді. Петр үнсіз парақтап шықты. Оқыған сайын жүзі түнеріп бара жатты. Құдай-ау, деп ақырында ауыр күрсінді. Ол бәрін сақтап қойған. Барлық дәлелдерді. Бұл сол бұйрық бергендер үшін мемлекеттік опасыздық. Егер бұл жария болса, талай бастар ұшар еді. Ол бұйрық бергендер кімдер? Петр хаттардың бірін ашып, мөрге қарады. КГБ. Мәскеу облыстық басқармасы. Ол кезде генерал-лейтенант Зайцев басқаратын. Қазір зейнетте, Мәскеуде тұрады, Переделкино ауылында дачасы бар. Келесі хат, М. Ұйымдасқан қылмыспен күрес басқармасы. Полковник Морозов, қазір ірі кәсіпкер, дүкендер желісінің иесі. Өте ықпалды адам. Тағы бір хат, облыстық прокуратурадан. Прокурордың орынбасары Кравцев, қазір мемлекеттік дума депутаты. Петр папкаларды жапты, Андрейге ауыр көзқараспен қарады. Не ұстағаныңды түсінесің бе? Бұл бомба. Егер сен осы құжаттарды құқық қорғау органдарына тапсырсаң, үлкен жанжал басталады. Өте ықпалды адамдарға қарсы қылмыстық істер ашылуы мүмкін. Және бұл дұрыс қой, деді Андрей, олар адам өлтірген үшін жауап беруі керек. Иә, келісті Петр, бірақ жауап бермейді. Байланыстары, ақшалары, адвокаттары бар. Олар істі жауып тастайды. Ал сені ше? Сені жай ғана жояды. Бәрі кездей соқтық сияқты етіп жасайды. Сонда сіз үнсіз қал деп ұсынасыз ба? Мен ойланып көруді ұсынам. Сен өміріңді әділдік үшін құрбан етуге дайынсың ба? Отбасың бар ма? Ұлым бар. 8 жаста. Анасымен бірге тұрады, біз ажырасқанбыз. Демек, жоғалтатын адамың бар. Оны ойла. Егер сені өлтірсе, балаң әкесіз қалады. Андрей үндемеді. Петр дұрыс айтып тұр. Бұл қауіпті. Өлімге әкелетін қауіпті. Бірақ екінші жағынан 42 адам өлтірілді. Олардың отбасылары әлі күнге дейін шындықты білмейді. Ал кісілер пенсияда, байлықта өмір сүріп жатыр. Бұл әділетсіздік.
Ал егер мен милицияға тікелей бармасам ше? Деді Андрей, мысалы журналистке беріп, газетаға жарияласам. Онда сені тезірек өлтіреді, деді Петр басын шайқап. Газеттерде де өз адамдар бар. Цензура ондай материалды өткізбейді. Ал журналист тырысса, оны не жұмыстан шығарады, не қорқытады. Болмаса, оны да жояды. Сонда әділдікке жетудің еш жолы жоқ па? Петр ойланып темекісін терең тартып. Бір жол бар. Бірақ өте қауіпті. Қандай? Облыстық прокуратураға бару керек. Жергіліктіге емес, ол жерде Кравцовтың адамдары. Облыстыққа, аса маңызды істер бойынша тергеушіге. Онда Белова Ирина Павловна деген бар. Мен оны білем. 80-ші жылдары бірге қызмет еттік. Адал әйел. Принципшіл, егер біреу бұл істі қолға алса, сол алады. Сіз сенімдісіз бе? Сенімдімін, бірақ ол да бәрін шеше алмайды. Егер жоғарыдан қысым болса, амалсыз шегінеді. Бірақ тырысып көруге тұрарлық. Рахмет, деді Андрей қолын ұсынып. Сіз көп көмектестіңіз. Әлі ерте рахмет айтуға, деді Петр оның қолын ұстап тұрып. Сен не істеп жатқаныңды түсінесің бе? Бұл ойын емес. Бұл сенің өмірің. Мүмкін өміріңнің соңғы күндері. Сен бұған дайынсың ба? Андрей аз кідіріп, бірақ нық баспен. Дайынмын, мен үнсіз қала алмаймын. Атам бұл құжаттарды жай қалдырмаған. Ол шындық ашылсын деді. Мен соны орындаймын. Не болса да. Петр оның қолын босатып басын изеді құрметпен.